күшті. Өздеріңіз көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет енді. Жобаны қатты сағынып қалыппын, иә. Жоба болсын, камера болсын, эфир болсын, эфир сыртындағы қызықтар болсын, грим бөлмесі болсын, барлығы өте қатты ыстық. Бағана келе жатқан кезде көз алдыма көп нәрселер елестеп түсті. Мына жерде жүріп едік қой, мына жерде отырып едік, мына жерде тамақ ішіп едік, мына жақта киініп едік дегендей сағынып қалыппын. Және де айта кетейін, барша мені қолдап жатқан көрермендер, Ислам сен жобаға қайтадан бар деп жатқан көрермендер, баршаларыңызға жалынды сәлем. Баршаларыңызға көп алғыс білдірем, рахмет. Енді Ислам, сіз бұл жерде өзіңіздің жартыңызды өкінішке орай таппай, жұмыс бабымен кеткен болатынсыз. Иә, жалпы бір жаңалығыңыз жоқ па? таныстығымды тоқтаттым. Және отбасылық жағдайға байланысты шықтым жобадан. Ал енді сыртта бар, бұйырса, Керемет. Алла нәсіп қылса, той болып жатса міндетті түрде қосайық ұжымына алдын ала ескертемін. Мүмкін осы жерге келіп те қалармыз, болашақ жарым екеуміз. Бұйырса бір жақсы жаңалық деп бүйтіп әлі айтпай қояйыншы, себебі әлі нақтыланған жоқ. Сүйген адамыңыз бар. Біз шын жүректен қуаныштымыз енді бұл жаңалықты естіп. Сіз бірінші естіп отырсыз, және көрермендер. Керемет, енді көрермендер байқап отырсаңыздар, енді шында да жүзі бал-бұл жайнап отыр, бұны байқамау мүмкін емес шығар. Бүгін сенбілік эфир, қорытынды 7-ші маусымның, және өзіңіз бірге отырған қатысушылар, ортада. Не айтасыз? Әріптестеріңіз болып кеткендей еді. Жалпы барша ең біріншіден алғысымды осы қосылайық ұжымына білдіргім келеді. Себебі осы ұжымға келген кезде бізді көп нәрседен сабақ берді. Өмірден болсын, жеке бауыр ретінде болсын, бізге үлкен бағдар берген біздің редакторларымызға, операторлы ағаларымызға және біздің продюсерлерге үлкен алғыс білдіргім келеді. Және іштегі қатысушылардың барлығы мен үшін өте қатты ыстық. Олардың барлығы мен өзімнің бауырымдай, әпкемдей, інімдей, қарындасымдай көремін. Бір үйдің баласындай болып кеттік. Шын мәнінде эфирде бір-бірімізге артық сөз айтып қойсақ та, балағат сөз айтып қойсақ та, бірақ бір-бірімізге жақсы қабылдай білеміз. Себебі бір үйдің баласындай жақсы араласқаннан кейін барша қатысушыларды жанымнан артық жақсы көрем. Барлығына Құдай қаласа сәттілік дегім келеді. Өз болашақ жарларын бұйырса тапсын, той болып жатса міндетті түрде ән шашуымды алып баратын боламын. Керемет, енді мен қазір сіздің жаңалығыңыздан кейін қызығып та тұрмын, себебі осы жерден таппасаңыз да өмірде жолықтырып жатырсыз. Ал бұл жаққа келу жоспарыңызда жоқ па? Келіншегіңіз, болашақ келіншегіңіз? Болашақта егер бәрі жақсы болып жатса, мүмкін келіп қайтуымыз мүмкін. Қонақ ретінде ме? Енді оның бәрі сіздерге байланысты. Жақсы. Қонақ ретінде шақырсаңыздар, қонақ ретінде келеміз. Ал осы біздің жобадан шыққан бала үйленіп жатыр деп тойға шақырсаңыздар, міндетті түрде тойды эфирде жасауға әлбетте қарсылығым жоқ, дайынмын. Жақсы. Сіздер біраз сайысқа қатыстыңыздар. Ол жерде өзіңізде тайталасып, жігіттер қауымымен команда болдыңыздар. Бүгін енді финалдың нәтижесі шықты. Және шетелге жолдама алып отыр. Ол кісілерге не дейсіз? Ол кісілерге барынша күш-жігерін салып, сайысқа қатысып, сайыста ең мықтыны ішінен үздік болып шыққан үшін Гүлвира мен Әділжанға үлкен қолдау білдірем. Себебі көпшіліктің ортасынан суырылып алға шығудың өзі де оңай емес. Себебі